Адамдар арасында дуадан өлді деген оқиғалар бар. Дуа ол ыза, кектен пайда болатын биоқуат жиынтығы. Дуаны жасайтын арнайы мамандар болады. Соққыны қашан, қандай каналдан беру керек екенін олар біледі. Қымбат қаржыға объектіні дуалап беретін адамдар бар. Дуа 3 кезеңнен жүреді. Біріншісі, тәнге жабысады. Яғни тән жарақаты, операцияға түсу, сүйек сыну, аварияға түсу сияқты белгілер береді. Екіншісі, жанға түсу. Адам жан күйзелісіне түседі. Жабырқайды, жылайды, жүйкенің бұзылуы, ашуланшақ болу, ұйқының бұзылуы, тағы да басқа сондайлар. Үшінші кезең, қанға түсу. Түрлі ауру сырқауға ұшырау. Рак, лейкоз, шекер диабеті, инфаркт, инсульт, тағы да басқасы. Дуаны шешудің жолы тірі жәндікке көшіру. Шыбынға көшіру технологиясы, балыққа көшіру технологиясы. Оны тек білетін адам жасамаса, өте қауіпті. Кәдімгі радиация секілді, көшірген адамға да әсері тиеді. Сол себепте көшіру өте қымбат тұрады. Дуадан адам тазармаса, ол ұрпақтарына көшеді. Дуаның әсерінен талай әулеттің шаңырағы ортасына түсіп, ұрпақтары тоз-тоз болды. Әсіресе дуаға ел басқарған адамдар, атақты адамдар жиі ұшырайды. Өйткені олар ел назарында жүреді. Қаншама адамдардан алғыстан гөрі қарғысты көп алады. Дуадан тазару үшін адам бірінші диагностикадан өтеді. Яғни, анықтап алу қажет. Дуа бар ма, жоқ па? Бар болса, қауіпінің деңгейі қандай? Содан соң барып іске кірісу керек.